Сәлем достар. Сәлем. Бүгін біз әріптер таңдап сурет салатын боламыз. Челлендж әріп бойынша суреттер сал. Канекей. Жасмин, Мансур. Әріпті таңдаймыз. Сен қандай аласың? Камераға көрсет, қандай әріп шықты. Б. Жақындат. А. О, керемет. Каня, аға байланысты қандай сурет саласың, Мансур? Мен саламын алма. Алма, керемет. Мен банан. Банан? Жақсы, сала ғой. Бірінші раунд басталды. Кімдікі жақсы шығады? Жасмин. Банан қандай түске таңдадың? Сары. Сенікі жүрекке ұқсап кетті ғой, Мансур. Ондай алма бола ма? Кімдікі әдемі, кім бірінші, сол жеңеді. Қандай түстерді қолданып жатсың, Мансур? Қызыл мен жасыл. Жасмин болдың ба? Жоқ. Мен болдым. Қазір көреміз, кімнің суреті әдемі шығады. Ондай алма жек көрген жоқпыз, Мансур. Сен қайдан көрдің ондай алма? Жүрек сияқты алма. Ондай алма бола ма? Иә, вот. Мен ондай алма көрген жоқпын. Жасмин, сен сондай алма көрдің ба? Жоқ. Жасминнің суретін көрейік. Жасминде де екі банан. Кәне, көрсет. Бұл ма? Жоқ. Керемет, көрсет. Камераға көрсет, көрермендерге. Менің ойымша Жасмин жеңді. Бірінші турдан. Кәне, әріптер таңдаймыз. Камераға жақындап көрсетеміз аламызды. Жасмин. Мансур. Менде О. О. Оға қандай сурет салуға болады? Жасмин. Ала ғой. Т. Көрсет. Т. Т. Керемет. Т-ға қандай сурет салуға болады? Тырна. Тырна? Тырнаны сал алсаң. Сал. Мансур, сен не саласың? Мен орындықты саламын. Сала ғой. Т-ға не салуға болады? Кәне, Жасминге көмектесеміз. Т. Ең оңай нәрсе ол не? Телефон. Телефон саламыз ба? Тамаша. Тез және әдемі қып салуға тырысамыз. Екінші раундта кім жеңеді екен? Тез әрі әдемі. Жасмин, сен не істеп жатсың? Мен телефон салып жатырмын. Камерасы, е? Иә. Тамаша. Мансур, андағы орындықтың қай жері? Артта құлақ алмау үшін. Аяқтар бола ма енді? Иә. Достар, Жасмин әдемі салып жатыр ма, Мансур әдемі салып жатыр ма? Кім мықты? Комментарийға жаза кетіңіздер. Достар, каналға тіркеліп, қызықты видеоларды жіберіп алмаңдар. Керемет. Әдемі түстерді таңдады Жасмин. Қандай телефон салдың, Жасмин? Розовый тұрс. Түс емес, қандай телефон салдың? Қандай марка?
Кім телефон салып жатсын? Маман. Мансұрдың орындығы ерекше. Маған түсініксіз болып тұр. Отыратын жері қайсы, аяғы қайсы. Бірақ қазір салатын шығар, салып бітпеген шығар, иә Мансұр әлі? Жасмин болайын деп қалды. Әне Мансұр. Мен болдым. Алып көрсете ғой. Көрсете. Алдыңа бір. Керемет телефон шықты. Молодец. Орындық. Тамаша. Ағаш орындық. Және телефон. Маған таңдау қиын болып тұр. Бірақ телефон өтті жарқын, күшті шықты, иә Жасмин? Екінші раунд. Жасмин жеңді. Және достар, үшінші раунд. Әріптерді таңдаймыз. Жасмин, қандай әріп таңдайсың? У. Мен Н әрпін таңдадым. Мен У. Аха. Не саламыз? Мен Н әріпке нанды саламын. Керемет, нан. Жасмин? У. Уға байланысты не салға болады? Айтыңдар. Уға байланысты. Мен ойлап таптым, ол укол болады. Укол? Иә. Укол салға болады, иә? Жасмин, кәне. Иә. Маған қара түсті керек. Уколды неше рет алдыңдар сендер? Мен үш. Мен бес. Укол алған жақсы ма? Жоқ. Ауыра ма? Иә. Жасмин үлкен укол салайын деп жатыр. Нан. Жақта укол дейді. Салып бітті ма, Жасмин? Жоқ. Кәне, кім бітірді? Кәне, Мансұр бітіп қалды ғой дейм, е? Кәне, көрсете ғой. Мен нанды салдым. Күшті. Күшті нан шықты. Жасмин, суретіңді көрсете ғой. Мен укол салдым. Бұл раундта кішкене укол қисық болып кетті ма? Укол қара бола ма сосын? Иә. Осы раундта Мансұр жеңді. Сонымен үш раундтың қорытындысы бойынша неше? 1-2. 2-1. 2-1. 2-1. Жасмин жеңімпаз. Жасмин жеңімпаз. Ура! Достар, біздің қызықты видеоларымызды жіберіп алмаңдар. Комментарийда жазыңдар, кім күштірек салды. Каналға тіркеліңдер. Каналға тіркеліңдер. Всем сау болыңыздар. Пока-пока. Пока-пока.